Құрметті оқырмандар, сіздерді кітапханамыздың 55 жылдық мерейтойы аясында менің кітабым айдарында авторлары және құрастырушылары Алтынов пен Андреевтің оқушылардың қысқаша анықтамалық атты жалпы білім беретін мектептердің 5-11 сыныптарында оқылатын пәндер бойынша материалдар қамтылған. Бірінші рет басылып шыққан анықтамалықта география мен тарихтан жаңа материалдар және ережелер бар. Қазақ тілі бөлімінде орта мектепте 5-9 сыныптарда оқылатын қазақ тілінің орфографиясы мен пунктуациясы бойынша негізгі ережелер жинақталып, сондай-ақ фонетика, морфология, синтаксис салаларында кейбір күрделі тақырыптар қамтылды. Анықтағышта теориялық материалдар, орта мектеп бағдарламалары және оқулықтары бойынша әр сыныпқа бөлініп, тілдік нақты мысалдармен берілген. Қазақ әдебиеті бөлімінде Толағай ертегісінің әдеби ертегі екендігі дәлелдеп, ертегінің кейіпкерлерін, олардың мінез болмысын, сипаттарымен әңгімеленіп, ертегінің тәрбиелік мәніне, көркемдік ерекшеліктеріне тоқталған. Біз Толағай ертегісін оқи отырып, батылдықты, еңбек адамын қадірлеуді, туған елді сүюді, шыншыл, әділетті болуды үйреніп, биік адамгершілік иесі болуға ұмтыламыз. Толағай бойындағы сезімталдықты да үлгі боларлықтай, үлкеннен ақыл сұрайтын әдептілігі де әркімге керек қасиет. Жалпы ертегілердің бізге және келешек жастарға берері мол. Арнайы кітапханамыздағы анықтағышты оқушылар күнделікті сабаққа, емтиханға дайындалып, осы кітап арқылы әр сыныпта өтілген ережелерді естеріне түсіріп, өз беттерімен білімдерін біріктіру үшін өзіңді тексер деген рубрика енгізілген. Бұл өте тиімді.